Баршаңызға сәлем достар. Егер сіздердің қаттамаларыңыз қатпарлы болмай, арасы қатып бір-біріне жабысып қала беретін болса, осы рецептпен жасап көріңіз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, қатпарлы өте жұмсақ қаттама шығатын болады. Алдымен онды иеліктен өткізіп дайындап аламыз. Оның үстінен 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қантты қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен кока-коланы қосамыз. Кәдімгі өзіміз ішетін коланы қосып, жақсылап қамыр илеп шығатын боламыз. Бізде коланың газы болғандықтан қаттамаларыңыз өте әдемі, жұмсақ әрі қатпарлы болып шығатын болады. Достар, қажетті заттардың құрам мен мөлшерін астыдағы тұрған описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жерге қарап, аз немесе көп етіп жасай берсеңіздер болады. Міне, қамырды видеода көріп тұрғандарыңызда илеп дайындап алдым. Тым қатты немесе жұмсақ та қылмай, осындай орташа тығыздықта илеп аламыз. Енді бетін жауып, кішкене иі қанғанша 15-20 минут уақытқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін қамырымызды алып, жақсылап бір илеп аламыз да, ортасынан теңдей етіп 2 бөлікке бөліп алдым. Мінекей 2 зуала қамырды да илеп алдым. Енді бетін жауып, сәл 10-15 минутқа қалдырамыз. Сол арада біздің қамырымыз одан әрі жұмсарып, жаюға өте ыңғайлы болады. Міне 15 минуттан кейін қамырды алып жая бастадым. Ең алдымен қолымен кішкене үлкейтіп алдым. Одан соң оқтаумен одан әрі қарай жая бастадым. Қамырды тым қатты қалың етпей жұқалап жаямыз. Сол кезде біздің қаттамамыз қатпарлы болып шығатын болады. Қамырды осындай жұқалықта жайып шықтым. Енді бетіне бөлме температурасында тұрған сары майды қостым. Ерітпей сол сары майды жағып шықтым. Оның үстінен келесі қамырды жайып алдым. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырым өте жұп-жұқа болып шыққан. Оның үстінен де бөлме температурасында тұрған сары майды жағамын. Егер сіз майды ерітіп барып жағатын болсаңыздар, онда майдың кішкене қатқанын күту керек. Қатып болғаннан кейін барып қана келесі қамырды бетінен жаямыз. Қаттаманың қатпарлы болып шығуы сары майға тікелей байланысты болып келеді. Сондықтан достар, маргаринді пайдалануға кеңес бермеймін. Оның құрамында су өте көп мөлшерде болады. Сондықтан майлылығы 80%-дан жоғары сары майды жақсаңыздар, қаттамаларыңыз өте керемет болып шығады. Тіптен қолдың сары майын ертіп жақсаңыздар да болады. Мінекей барлық майды жағып болғаннан кейін осылайша орап, тоңазытқышқа кішкене арасындағы май қатқанға дейін 15 минут уақытқа қоя тұрдым. 15 минуттан кейін қамырды алып, бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Табаңыздың көлеміне қарай үлкен немесе кіші бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. Достар, егер сіз менің каналыма жаңадан келген, мені жаңадан қарап отырған көрермен болсаңыз, астыдағы тұрған подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта да сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Және менің каналымдағы видео бөліміне өтетін болсаңыз, сіздерге қажетті бірнеше видео рецепттерді каналымнан таба аласыздар. Мен қамырды 6 бөлікке бөліп алдым. Мінекей барлығын енді орташа қалыңдықта жайып бастаймыз. Тым қатты жұқа болып кетпеу керек. Міне осындай қалыңдықта жайып алдым. Қызып тұрған табамызға 1 ас қасық сұйық майды құйып, бір жағын жақсылап пісіріп аламыз. Оттың астын баяу етіп қоямыз. Мінекей бір жағы пісіп шыққаннан кейін келесі жағына аударып, келесі жағында пісіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Достар, сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі қатпарлы болып шығатын болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда талай рецепттер болады.